Баршаңызға сәлем достар. Қазір сіздерге осы сәукелені толықтай таныстырып өтейін. Сәукелеміздің бірінші маңдай бөлігіне келсек, оюлар орналасқан. Оюларымыз түрлі бисерлерменен, шыны моншақтармен, шыны тастарменен, меруерт моншақтарменен әсемдеп, көркемдеп тігілген. Одан кейін жан бөлігіне келсек, осындай меруерттен тігілген сәукеленің сырғалары. Ол сырғалардың ерекшелігі бізде липучкада орналасқан. Қалауыңыз бойынша алып сала берсеңіз болады. Одан кейін сәукеленің жоғарғы бөлігінде үкі орналасқан. Үкімізде жиналмалы және де алынбалы, салынбалы. Сәукеленің ең маңызды және басты бөлігі болып саналатын ол бізде каркас. Каркасымыз мына жерде бізде 6 бөліктен құралған және велюр матасынан қапталған. Каркасымызға келетін болсақ, бізде ешқандай картон емес, ешқандай клейленген емес. Сәукелені жуу барысында сіздер бірнеше рет жуып, жылдар бойы уайымдамай қолдана аласыздар. Сапасы ешқандай өзгермейді. Және сәукеленің ең басты ерекшелігі бізде осы сәукелені осылай екіге бүктеп алып жүре аласыздар. Алыс жолдарға осындай сыйымды орынмен осылай қолдансаңыздар болады. Мінекей, қайтадан қолданатын кезде өз қалпына келтіріп, жайып қолдана бересіздер. Одан кейін сәукеленің ішкі бөлігіне келетін болсақ, астарланған. Астар матамыз бізде сәукеленің ішкі бөліктеріне, қырларына өте жақсы бекітілген. Кигенде ешқандай сыртына шығып тұрмайды. Достар, дәл осындай сапалы, әдемі сәукелеге тапсырыс бергілеріңіз келсе, сіздердің тапсырыстарыңызды қабылдауға дайынбыз. Және де осы сәукелені қалай тігу керек екенін білгілеріңіз келсе, менің арнайы шеберлік сабақтарыма қатыссаңыздар да болады. Толық ақпарат профилімде, WhatsApp номерімде болады. Қызық болса, WhatsApp номерге жазыңыздар.